Баршаңызға сәлем. Айзада шебер курсына қош келіпсіздер. Өткенде пішуін көрсеткен көйлегіміздің енді қалай тігілуін көрсетемін. Ұнаса лайк басып, подписаться етіп, колокольчикті бассаңыздар, мен сіздерге жиі шығып тұрамын. Келесі түсірілімде қандай киімді көрсеткенді ұнатасыздар, соны жазып өтіңіздер. Міне бүгінгі көйлегіміз мынау, осыны қалай құрастыруын көресіздер. Мұқият қараңыздар. Екі жағында осылай закрепкі беріп, бас жағына мінекей екі шеті де бітті. Енді біз бұл өте кең болғандықтан етегі, біз оны майда складка жасаймыз. Мынау сөккіштің көмегімен анау темірдің қасынан ары қарай жиып отырамыз. 1 сантиметр складка болып шығады. Бұл мінекей осылай аяғына шейін біз тігіп шығамыз. Мінекей мұқият қарап алсаңыздар, анау темірдің қасынан осылай үстіп складка жасап шығамыз. Мінекей болдық, өте әдемі складка шықты. Сіздер де осылай тігіңіздер. Міне біз енді жеңін тігіп аламыз. Жеңін үстіп тігіп, тоқып алып шығамыз. Мінекей енді аузын тегістеп кесіп, бұл жерді айландырып тігіп шығамыз. Манжетке сборка жасау үшін ірі тігіспенен. Міне енді біз манжетін тігеміз. Манжетін мына шетін бірінің артынан бірін тіксеңіздер, уақытыңыз үнем болады. Мінекей закрепкі беріп тігіп шықтым. Енді алып, оны шоғын арасын ашып, бүктеп, тегістеп, айландырып, қолман тіксе де болады. Мен машинаман тіге салдым. Сіздерді алдын ала тігіп алыңыздар. Мінекей үстіп. Мінекей енді біз манжетін жеңге жалғастырамыз. Жең аузы үлкен, мен сборкалап атырым, және үлкен болды. Қазір туралап сборкалап аламыз. Енді оның бұл 5 сантиметр ширинасы, мұнан тегістеп кесіп алу керек. Тегіс шығу үшін оны арасына салып, мынандай қып, айландырып, енді осы жерін тігіп шығамыз. Мінекей өте оңай түрінде мен сіздерге көрсетіп отырмын. Қайта-қайта қарасаңыздар, өздеріңізге оңай, жеңіл, түсінікті сияқты. Бұны достарыңызға, таныстарыңызға да тарқата отырыңыз. Міне енді кеудесіне жеңін салып көреміз. Сборкалап алдым, кішкентай сөккемін, осылай өлшеп көреміз. Міне осынша артық 2 сантиметрдей, оны бірінші арқасына түсіп кесіп аламыз, үстіп алдын сәл ойып кесіп аламыз. Осыны келесі бетіне де бүктеп, екеуін бірге астын кесіп, тегістеп тастаймыз. Тегістеп алдық, мінекей алдын сәл оямыз, өткен алдың жағы ойықтау. Мінекей, мені үстіп, енді біз жеңін сала беруімізге болады. Жеңді сборкалаған жағы, сборкалап қойғам, әз саламыз. Иығынан, насечкісінің тұсынан туралап алу керек. Біз мені басынан бастап тігіп шығамыз. Қазір бұл тура шығады. 1 сантиметр, 1 сантиметр емес, жең тіккенде 7 миллиметрдей қылыңыздар. Закрепкі беріп аламыз. Мінекей әдемі шықты. Келесі бетінде тура солай бұлай қойып, міне сол ұшынан бастаймыз. Қолтық жағынан мінекей қойып алдық. Енді тігіп шығамыз. Осылай 7 миллиметр, 1 сантиметр өте үлкен болады. Еле 5 миллиметрден де тіксеңіз болады. Бірақ 7 жақсы дұрыстау болады. Мінекей қазір тігіп шықтық. Өте тура кеп тұр. Өткені біз тегістеп кесіп ағамыз. Закрепкі береміз. Мінекей енді бұны тігістерін айберлоқтап шығып, міне дайын болды. Енді біз қолтығының астынан тігіп шығамыз. Тігісін туралап аламыз, қолтық астындағы тігісін. Мына жағында солай жең жағынан тігіп, белге шейін тігіп шығамыз. Мінекей, міне осылай тігіп алып, айберлоқтап аламыз. Айберлоқтарыңыз болмаса, зигзагтай салуға да болады. Міне осылай тігіп алдық. Көрінісі осы. Ат жағында түйме болды. Міне қазір біз жағасын тігеміз. Жағасын тігіп алу үшін мен бір бетіне дублерін жабыстырып алдым. Міне бұл апканы шаншып,
Бұны айландырып 0,5 мм менен айландырып осылай тігіп шығамыз. Міне осылай тігіп, бұрышына келген кезде инемізді соғып тұрып, инеміз соғып, сөйтіп барып бұрамыз. Келесінде тура осылай тігіп шығамыз. Мінекей. Енді біз бұны мұқият аударып аламыз. Бұрыштарын кесіп, артық жайларын кесеміз. Бұрыштарын обязательно кесеміз. Өйткені қалың болып кетеді. Бұрышы жақсы шықпай қалады. Мінекей осылай кесіп алып, қазір аударып көріп, бұны үтіктеп аламыз. Мінекей ұшы әдемі болып шықты. Міне үтіктеп алдық. Үтіктегеннен кейін де бұны основка жасап, тегістеп, артық жайларын кесіп ұстаймыз. Мына жерін қолменен тігіп аламыз. Бұл жаңа кофтаның центрін белгілегенбіз. Сол центрге қойып тігу үшін, ояқ-бұяққа шығып кетпеу үшін осылай тігіп аламыз алдын ала. Мінекей, мына біздің центріміз, сол жерге жаңа тігіп алғанымызды қойып, бұлап шаншып аламыз. Міне шаншып алып, енді көреміз. Міне біздің жағамыз артық шықты 2 сантиметрдей. Біз бұны қиғаштау қырқып аламыз, екеуін бірдей қылып. Бұны қайта тігіп шығамыз да, бұрышын кесіп тастаймыз. Міне екі жағында тігіп, қазір бұрышын кесіп, міне осылай шығарамыз. Мінекей көрсеңіздер, әдемі болды. Енді бүйтіп көрсек, тура шығып тұр 2 сантиметр. Кофтамыз артықтау, үстіне жауып тіге салуға арналған. Міне қазір тігіс барысында көресіздер. Енді осылай тігіп шығамыз. Міне қыздар үстіп, бұл жерде 7 мм-ден тігіп шығамыз. Бұл өте оңай, тез. Мына тігісті шоқтарында бір жақты қайтарып тігіңіздер, мұқият қарап. Өйткені біреу аняқа, біреу бұл жаққа жатып қалмау керек. Мінекей осы жатысына қарап үстіп тігіп шығамыз. Міне әдемі болып тігіліп шықты. Енді біз, мінекей көрсеңіз, әдемі. Енді біз кособек алдын ала дайындап алдық. Осы жағаны айландырып тігіп шығу керек. Сол үшін мінекей жаңа 2 сантиметр артықты бүктеп алып, енді мінекей кособекімізді қойып, айландырып тігіп шығамыз. Артық жайын кесіп тастаймыз, мінекей тігіп шықтым. Енді бұл кособеканың үстінен тағы да бастырып шығамыз. Міне бастырылған түрі осы. Енді мынау артығын қайтарып тігеміз осы жерден. Мінекей осылай астын тартыңқырап, складқа жиылып қалмау керек, тегістеп отырып тіккен жақсы. Міне мен қайта-қайта тегістеп отырмын. Сөйтіп бұрып отырып тігесіздер. Болмаса қолмен көктеп алыңыздар. Содан кейін үстін бастырып тіксеңіздер де болады. Міне аяғына шейін тігіп шықтық. Көрсеңіздер өте әдемі болып тұр мінекей. Міне әдемі ұстап тұрады. Енді бізде арт жағына түйме болғандықтан тігіп алдым. Енді юбканың ішіне кіргіздіріп, бүйтіп айландырып тігіп шықтым. Міне осылай біздің кең молынан тігілген көйлегіміз. Міне көйлегімізде аяқтадық. О көйлегіміз мына қыздың көйлегі болатын. Міне үстінде қалай тұрғанын көресіздер. Ұнаса лайк басып, подписаться етіп, колокольчикті басыңыздар. Келесі түсірімді жіберіп алмау үшін Инстаграмға да тіркеліп алыңыздар.